Сәлем достар, сіздермен бірге Жас ТВ. Бүгін міне біздер Жас өрен қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан туған өлке және біз қысқа метражды роликтердің қорытынды кешіндеміз. Оқушылар мен студенттер жарысып жатыр. Әрине кімнің жеңімпаз атанатындығын алдағы уақытта білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қорытындылау салтанатына қош келдіңіздер. Бұл байқау басқалардан өзгеше. Өйткені бұндағы басты мақсат мектеп оқушылары арасында мұнай өлкеміз Атырауға деген балалық махаббат пен табиғатына деген қамқорлықты арттыру. Сол шабыттан туған ойды бейнеге түсіру. Қысқасы еңбекке, білімге және қиялдың жүйріктігіне баулу. Сонымен шара да басталды. Дәл осылай басталған шараға Атырау облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Қалауи Мейірім Жоламанұлы қатысты. Жалпы қонақтар көп болды. Біздер қолдау көрсетіп ұйымдардың да саны өте көп. Дегенмен де бізге маңыздысы осындай жас жаңа аяғына тұрып келе жатқан ұйымдарды одан әрі дамыту, оларды көтеру болып саналады. Сөйтіп шараның негізгі бөліміне ауыстық. Кіл мықтыдан ұзап шыққан бейне роликтер көрсетілді. Шынымен бұл бейне баяндарда проблема да өзектілік пен өзіндік стильдер де болды. Бастысы балалардың пәк көңілдерінен туғандығы, мағынасы мен мәселесі, салалар мен сан қилылығы таң етті. Достар, дәл қазір біздер 3-ші орынды иемдеген сайыскеріміздің бейне ролигін тамашалап жатырмыз. Әрине сапасы профессионалдық деңгейде болмаса да мектеп оқушыларының дәрежесіне лайықты деп айтамыз. Бұл сайыскеріміздің бейнеролигінен біз қазіргі замандағы проблемаларды тамашалап жатырмыз. Әрине алдағы уақытта келесі сайыскерлеріміздің де орындарын білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Байқау жеңімпаздары бағалы сыйлықтар, ақшалай жүлде және ең бастысы көрерменнің ілтипатына өз қатарларының қошеметіне бөленді. Жастардан өткізілген қысқа метражды фильмдер мен роликтер байқауында жүлделі бірінші орынға ие болған Абай орта мектебінің оқушысы Марис Елсиер марапатталады. Қошеметтеріңіз. Және бірінші орын иегеріне 50 мың теңге көлеміндегі сыйақы беріледі. Көрермендеріміздің бүгінгі сайыстың бағасын білсек, саламатсыз ба? Саламатсыз. Кешіріңіз, есіміңіздің болады? Асылхан. Асылхан, бүгінгі бейнероликтердің барлығында соңына дейін көрдіңіз бе? Жалпы бірінші орынды алған Құрманғазы ауданының оқушысы. Қалай ойлайсыз, бірінші орынға лайықты деп ойлайсыз ба? Лайықты, кішкентай бала. Сол өзінің қалай айтсам болады, өнерін көрсетіп жатыр. Барлығы жақсы, ой туатындай, жастарға барлығына арналған ойландыратын зат екен. Өзіңнің көңіліңнен шыққан қай бейнефильм? Енді 3-ші орын алған баланыкі темекі туралы жақсы болған. Әрине ақша дегенде барлық адамдарға жақсы көреді, бірақ та осындай ақша алып жатқанда саған да осындай бір жарыстарға қатыссам деген ой туған жоқ па? Білмей қалдым, мен әттеген айдып отырдым да, ішімнен бірақ қатысқым келді. Негізі өзім де видеоға жақсы едім. Туған өлке және біз тақырыбындағы бейнероликтердің жарысы қалай өтті деп ойлайсыз? Әрине жақсы өтті. Өздеріңіз көргендегідей оқушылардың да қолпаштаулары болып жатыр. Осындай табиғат бағытында, табиғатты қорғау бағытында осындай шаралар өтіп тұрса, игі еді, игі бастама. Енді қолдаймын өзіміз. Жеңімпаз атануың құтты болсын дейміз. Әрине біріншіден осынау жеңімпаз атануыңа көмектескен, бейнероликті құрастыруға көмектескен адамдарға өзіңнің алғысыңды білдірсең. Маған бейнеролик жасауға көмектескен әрине ең біріншіден ата-анам. Ата-анама ең біріншіден рахметімді айтам. Әкем, маған монтаждауға көмектескен әкем. Ол әкем монтаждап беріп, ал анам қазақ әдебиеті сабағынан береді. Сенің қолыңда мынау 50 мың теңгелік сертификат тұр. Сен бұл 50 мың теңгені қайда жұмсайсың? Мен бұл 50 мыңды анаммен, ата-анаммен, туысқандарыммен бөлсем. Мына дипломыңа қарап тұрсам, бүгінгі сайыстан 3-ші орынды жеңіп алдың. Әрине қандай көңіл күйдесің? Жақсы көңіл күйдем. Ризасың ба 3-ші орын алғаныңа? Ризамын. Бүгін енді 3-ші орын алып қалдың. 1-ші орын неге алмадың деген көңіліңде сұрақ бар ма? Болашақта аламын. Құрметті интернет көрермендер, сайысымыз осымен аяқталды, жеңімпаздарымыз анықталды. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.